жолын қолданба, бұл дүниеге келген соң. Ол жүннен не істейміз? Әске тоқимыз, давай. Апаларға тоқи. Апалардың аяғы тоңбай, зылын сүретті. Бұл деген құрақ деген болады. Құрақ көрпе. Құрақ көрпе дейтін өзіміздің ырымымызға қарай осындай құрақ көрпе қылып құраймыз. Кеткен қызға келетін келіннің астына төсеуі. Бұл құрақ деген сөздің ар жағында мағынасы басы құралсын, тұқымы өссін деген сондай мағынада істейді бұны. Түсіндің бе? Түсінді, менің қызым әнеки. Сен де тігесің бе? Өскесін тігесің де, мама сияқты болған. Ақылды қыз, әне қош. Шөл деген шығарсыздар, шұбаттан алып отырыңыз. Әне ішесің ба шұбат? Ақылды қыз өзі. Шұбатты шет қазір де. Шөл деген шығарсыздар, шұбаттан алып отырыңыз. Әне ішесің ба шұбат? Ақылды қыз өзі. Шұбатты шет қазір де. Шұбатқан құртын қайда? Келін-ай, әкел, мына қызымыз екеуміз жасайық құртты. Қазір алып келейін. Шұбат іштіңіздер ме? Іштік, кел. Кел қызымыз екеуміз. Кені ашылау болыпты құрт. Кел қызымыз екеуміз құрт жасаймыз, кел. Бүйтіп жаса, бүйтіп жаса. Бүйтіп жаса, кел. Бүйтіп. Жаса. Жаса, әже сияқты жаса. Балабақшада сендерге қандай би үйретті? Кәл, билейік пе? Кел, тұр. Кел. Көрс. Биле, қай қош? Биле шеш. Әне, әже сияқты биле шеш, бейт.